бізде жаңа әріп, бұл дәл әрпі. Дәл әрпі бұл жұмсақ д. Жұмсақ қана д, ди, ду деп барынша жұмсақ оқимыз. Д, ди, ду, д. Дуб, дум, дуб, дуф, руд, зид, қод, дәраса. Дәл әрпі бізде қалқала сыфатын иемденген, сондықтан дәл әрпін сукунын оққан кезде тілімізді таңдайдан бірден итеріп жібереміз. Дәфу, дәбғу, дәлку, дәру, духну, дул, дулу, фуд, фуду, худ, худу, уш, дуд, i'tadala, ya'tadilu, истаршада, ястаршиду. Жалпы дәл әрпі тілдің ұшын таңдайға қою арқылы шығады. Енді бізде жаңа әріп бұл дод. Дод әрпі жуанды. Бағанағыда дәл әрпі жұмсақ дә, ди, ду деп оқылса, дод әрпі бізде тілдің екі жанынан шығады. Яғни тілдің жандары болады. Мысалға мынау бізде тіл болатын болса, дәл әрпі тілдің алдыңғы бөлігін таңдайға қою арқылы шығатын болса, дод әрпі тілдің жандарын үстіге көтеру арқылы шығады. Тіпті ұшы тиіп жатса да, тілдің ұшы, ол жерде бізде давление болмайды. Яғни итермейміз, тілдің ұшымен таңдайды итермейміз. Давлениемен, яғни итеретін жері ол осы екі жаны болады тілдің. Енді оқып көрейік. Және дод әрпі өте жуан, тілдің артқы бөлігінде көтеру керек. До, ды, ду, әд. Бұл жерде әд деп жере самаймыз. Дойфу, адлу, дохлу, добту, доафу, арду, мадрибу, мидробу, идтороба, ядторибу, истад'афа, ястад'айфу. Байқасаңыздар, сукунды болған кезде дәл әрпі анық шығатын. Әдді, әйінді дод әрпін итермейміз, әл деп ұстап қаламыз. Енді дәл және дод әріптерін оқимыз. Екеуінің айырмашылығын көру үшін дәрсу, дорсу, уәддәу, уәддәу, уәддәу. Бұл жерде дод әрпін жібермейміз, таңдайдан итермейміз. Дәл әрпін таңдайдан итердік, уәдді итеріп тастадық та, сондықтан бізде д деген дыбыс шықты. Ана жер додты итермейміз, тіліміз таңдайда тұра береді. Уәддәу, уәддәу, бә'ду, бә'ду, бә'ди, бә'ди. Енді келесі екі әріп бізде соңғы әріптер қалды. Бұл бізде зәл және зо әріптері. Жалпы зәл әрпі бізде жұмсақ әріп. Осы екі соңғы әріп бізде сақау әріптер. Бізде екі сақау әріп бар. Біреуі жұмсақ зәл деген, ал енгішісі зо жуан сақау әріп. Яғни сақаулату үшін әріпті біз не істейміз? Тілдің ұшын тістің тіске тигізетін боламыз, үстіңгі тіске. Сол кезде біздің тіліміз, әрпіміз өте сақау болып шығады. Тіліміздің ұшы ғана, өте кішкентай жері ғана, мысалы тіліміздің осы жері ғана естейді, таңдайымыз алдыңғы тістерге тиеді. Деп. Және де тіл тигізген кезде де тісімізді итермейміз. Яғни, неге? Біздің тістерімізге тіліміз бетіп тиген кезде оны итермеу керек. Жай ғана легкое касание.
жұмсақ қана тіліміздің ұшын үстіңгі түске тигіземіз, сонда жұмсақ дыбыс шығады. Зә, зи, зу, әз, из, муз, хуз, ауз, зуб, зуқ, зар, мун, зу. Екінші қатар изну, әзлу, зикру, зихну, зәхәбә, мәзһәбу, зәһәлә, йәзһәлу, бәзәлә, йәбзулу, әзһәбә, юзһибу. Бізде зәл әрпі. Енді келесі бізде во. Бұл жерде бізде во әрпі, бізде итбақ әрпі. Яғни дыбысымыз ауыз қуысынан шықпай, ауыз қуысында қамалып қалады. Таңдай мен тілдің ортасында қамалып во деп шығу керек. Яғни тіліміздің ұшы үстіңгі түске тиеді, тіліміздің артқы бөлігі де көтеріледі, және дыбысымыз сол ауыз қуысында қалады. Бұл бізде жуан сақау дыбыс. Во, ви, ву, ау, әу. Енді оқиық. Вон, вол, вил, вил, фәу, хау, ау, ляу, ظاهرة ظلف ظلف حظل ظلم ظهر أظهر أظفر أظهر أظفر مظهر منظر музхиру, музлиму. Енді келесі мынау сызықтың астында бізде во, зәй және зәл әріптерін оқылу. Яғни араб тілінде 3 сызы байқасаңыздар. Екеуі жұмсақ, ол бізде зә және зә. Зә әрпі бізде жұмсақ, кәдімгі, ешқандай сақауланбай, зейнеп, зәйтүн, зәм-зәм дегенде келетін сызы. Ал зәл әрпі бізде жұмсақ болғанмен сақау болады. Және осы зо әрпі мен зәл әрпі екеуі сақау. Сонда екеуі жұмсақ, екеуі сақау болады. Бас аяқ 3 әріп. Сонда бізде бір ғана жуан әріп бар. Зының біреуі жуан, зының екеуі жұмсақ. Ал оқиық. Зохеро, зохеро, зәхәра, зәхәро, зәхәро, зәхәро. Қайтадан оқиын, бір-бірден оқып шығам. Зохәро, зәхәро, зәхәро, нәзиро, 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 зулима, 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 зулима. Бәзлу, бәзлу, бәзлу. Осымен толық 28 әріпті оқып болдық. Егер видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.